Кеттік. Осы жер нормально ма? Иә. Все, бәріңе сәлем достар. Бүгін міне Баку қаласына келіп жатырық. Қазір бұйырса ресторанға барып тамақ жеп аламыз. Сол жерде қалай дене деген сияқты бағаларын бәрін жазып көрсетеміз. Неме ассоциируется? Неме ассоциируется емес, братан, бәрі біледі деймін сливочный пастаны. Жоқ, мысалы біреулер зубный пастадан басқа дым білмейді ал. Зубный паста. Салат. Помидор огурцы ғой, классический, да? Брынзамен помидор огурцы. Кішкентай алып туыраған өте ыңғайлы. Шейіне оған ма, жұты оған ма? Жатқа ыңғайлы. Жұты. Сливочный соуспен, тауық етімен және грибы дейді. Дәмі бөлек. They said something fine. В точку. Қалай Прям в точку. Словами не передать. Безумно можно быть первым. Вообще, Әзербайжандар туралы өзің ойың. Бірінші келген Әзербайжан өте қонақжайлық келді. Бірінші айтқанда сервис еді ғой. Сервис жағынан деген керемет. Дым сөз жоқ, прям бір минусын айта алмайсың. Салат әкелемін, өздері салып береді. Чайыңды келіп қойып беріп кетеді. Каждый 2 минут жемей қойын. Сол 5 минуттың ішінде бір 2 рет келіп тексеріп столымды қарап кетіп тұрады. Бізде кальянщик дейтін бір 15 минуттың арасында бір келіп тексеріп кетіп отырса, мұнда кальянщиктері бір 2 минут сайын келіп угілді ауыстырып тұрады екен. Элементарно, просто бір шишамыз не сатып алады біздер. 25 манат. Дальше уже кете беретінде мияқта Анау немен, жасыл алмамен ба? Так, мынау алмамен 25 манат. Так, апельсинмен 30 манат. Апельсин бес қой? Апельсин ба? Грейпфрут па, соны 30 манат. Қарбызбен 35 манат. Ананаспен 40 манат. Яғни даже еще у нас гранатпен анар дейді ғой, яғни 45 манат екен. Айдо, знаешь что? По-моему, вот на бәрін видеомен как перемешками снимать отсюда, да? Тамақтардың бәрін. Арасын салып жүр. Фоновый музыка и фоновый сөйлеу керек меніңше. Chat them and I gaily laughed. Лишь годового наших рамс, как всегда.